Таразда Елорданың 20 жылдығын орай баскетболдан республикалық турнир басталды. 10 облыстан келген баскетболшылардың дайындығы қызу. 9 жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған турнирге биыл мектеп оқушылар мен колледж студенттері арнайы қатысып отыр. Жеңістің тұғырынан көрінген құрама алдағы уақыт өтетін халықаралық дәрежедегі жарыстарда бой көрсетпек. Ал тартысы бәсеке бір жетіге созылмақ. Сыннан сүрінбей өткендері медальдар мен дипломдарға ие болады. Бұл жарысымыздың мақсаты білім мектеп оқушылар арасындағы ең бірінші бұқаралық дамыту, жас ұрпақ, өскелең ұрпақтың ең бірінші денсаулықтарын жақсарту, осы спорт арқылы барлық осы Қазақстанның төңірегіндегі барлық облыстардың, ауылдық, аудандық елді мекендердің оқушыларының осындай жарыстар арқылы достығын біріктіру.